Бізде мирас мәселесінде елде селқос қарайды бұл мәселеге. Байқанда қозғалмайды ол мәселе. Негізі мираста адамның ақысы бар да ол. Бізде үйдің кенжесі істейді. Иеленіп қалады. Иеленіп қалады бүкіл мал мүлікке. Үйге, жерге деген секілді. Егер де тірі кезінде әкесі солай берген болатын болса, тірі кезінде хиба ретінде, садақа ретінде, сыйлық ретінде берген болатын болса, проблема жоқ. Ал бірақ мынау менің мирасым артынан қалатын. Тірі кезінде айтып тұр. Осы менің кенже балама қалады десе, әкенің сөзі лағу болады, бос болады. Неге? Біз ойлаймыз ғой. Біз мал мүлік тауып жатырық, жинап жатырық, айлық тауып жатырық, ақша істеп жатырық мысалы үшін, бұның бәрі мен өзім тауып жатырмын, өзімдікі деп ше, жоқ. Бұл жерде балаңның да ақысы бар, әйелінің де ақысы бар. Нәпақаң кімге міндет, кімнің алдында міндет, солардың ақысы бар. Сен тапқан 1 миллион теңгенің барлығы сенікі емес. Бұл 1 миллионның ішінде белгілі бір тұрғысы әйеліңдікі, балаңдікі. Сол секілді сен иддихар қылып жинап тапқан мал мүліктің барлығы сенікі емес. Сәйкесінше жаңағы әке мал мүлік жинады. Жинағаннан кейін кіші баласына айтты. Осы мүліктің бәрі саған қалады десе, сөзі лағу бос болады. Неге? Өйткені мирас өлмей тұрып берілмейді, өлгеннен кейін беріледі, қайтыс болғаннан кейін беріледі мирас. Яғни бұл Құранда айтылғандай, ғалымдарымыз бекіткендей, өзінің мөлшерімен ұлға, қызға үлесімен үлестірілу міндет. Ал одан кейін әрқайсысы өз үлесін алғаннан кейін барып кіші баласына берсе, проблема жоқ.